арман жол қызы. Мұғалім мамандығын таңдау себебім баланың жүрегіне жылу сыйлап, олардың бойынан болашақтың шынайы тұлғасын көру. Менің педагогикалық идеям әр бала қайталанбас тұлға. Оны ашу ұстаздың басты міндеті. Мен үшін мұғалімнің ең үлкен мақсаты баланы дайын ақпаратпен толтыру ғана емес, оның ойлау қабілетін, шығармашылығын, өмірлік дағдыларын дамыту. Жаңашылдығы оқытуда заманауи технологияларды, цифрлық ресурстарды қолдану, ойын, зерттеу, жоба әдістерін сабаққа енгізу, оқушының қызығушылығына үңіліп, шығармашылық тапсырмалар беру, қойылған мәселені шешу жолы. Қазіргі балалар жаңа дәуірдің өкілдері. Олар ақпаратпен достасқан, жылдам ойлайтын, еркін сөйлейтін ұрпақ. Сондықтан мұғалімнің басты міндеті дәстүрлі білім беруді жаңа әдістермен толықтырып, баланың өз бетімен ізденуге жағдай жасау. Жұмыс нәтижелері. Оқушылардың сабаққа қызығушылығы артады, топпен жұмыс жасауға дағдыланады, шығармашылық қабілет дамиды, өз ойын еркін жеткізуге үйренеді. Қорытынды. Менің педагогикалық идеям баланың жүрегіне жол тауып, оның қабілетін ары қарай дамыту, болашаққа деген сенімді қалыптастыру. Бүгінгі шәкірт ертеңгі елдің тірегі. Сондықтан мұғалім еңбегі ел болашағының салынған ең мақсатты іргетасы деп сенемін.